Шолпан жана эми бир пикир айтып калдыңыз. Талышсын үмүткерди өз чакырбаган. Неге ондай ойга келдиңиз? Енді сырт көзге солай көрініп тұр да, как будто бы андай не айтарын бәрін білмей, как будто қыздың жаңа не айтсам болады, қас қабағына қарап деген сияқты сондай нәрсені байқап отырмын да. Расымен де өзі келген ер азамат, намысы бар ер азамат, өзі біраз жұмыс жасаған болған болса, өзі бір сыйлы ортада жүрген ер азамат болса, ол өзінің сөзін нық айтады деп ойлаймын кез келген қыздың алдында. Өйткені енді әртүрлі ортада бізде Сиз Жұма күні эфирде қателеспесем гүл алдыңыз. Мені күт, ешқайда кетпе, мен келем деген, е? Ол кім, танымайсыз ба? Танымайды кемшін айтам. Сізге әлеуметтік желіде бір жазған жоқ па? Мүмкін хат келген шығар, сіз көрмей қалдыңыз. Ішінде жазылған жоқ. Ең қызықтысы Шымкенттен деп жазып, Шымкентте. Басқа бірақ Шымкенттен деп. Үміткер күтпе, өзім келем деп жазған. Үміткер күтпе, өзім келем. жүрміз деген сияқты ер азаматтарды ажырата аламыз деген сияқты. Сондықтан да мына жерде бір кино көріп отырғандай болып отырғаны бар. Енді мүмкін көп адамдарды жақсы разбираться еткеннен кейін мен ондай киноларға сене алмаймын. Демек, бір ауыз сөзбен айтқанда, Иә, өзі шақырып алған сияқты көрініп тұрады маған. түсінікті. Жұлдызай, бірлік пен ұлжалғасының таныстығы қалай өтуде, қалай ойлайсың, жалпы екеуі жұп бола ма, болмай ма? Негізі қазіргі Аружан мен Нұрғиса да тәтті жұп. Енді соның Қызық екен. Кім деп ойлайсыз енді? Қандай ер азамат деп елестетесіз? Бір ойыңыздағы ма, бір қыздар болғаннан бір Спортивный, творческий. спортқа жақын дейсіз ғой. Ең маңыздысы ғой сіз үшін. Өнерге жақын, спортқа жақын. Жас айырмашылығы. Мысалы спортқа жақын, бірақ 55-те. Бола берсін, кейде болады 60 жастағыларда, егер спортпен шұғылданып жүрсе, дене бітімдері. Спортқа жақын, бірақ 21-де. Жоқ, Спортқа жақын, бірақ 30-да. жоқ. Түсінікті? артынан жалғасады, ол жалғаспен бірлік деп ойлаймын. Өйткені бірліктің сезімдері көрініп тұр, қандай екен, ықыласы, бәрі ниеті бәрі көрініп тұр ғой. Енді тәтті жұп болсын деп тілеймін. Енді тілекшіміз әр адам бақытты болуға лайықты ғой. Әр адам осы жерде өз бақытын тауып кетсе, нұр үстіне нұр болады. За что стартовый нас держится так, но эфирде,